Менің денем жас, менің тәнім от секілді жанып тұрады. Бірақ менің бұл денем күйеуіме ғана тиесілі еді. Әкемдей көрген адамның арам ойына тап боламын деп кім ойлаған? Ол қайынатам, бірақ түрі жас көрінеді. Аула сыпырып жүргенде көз қиығыммен қарап қалатын кездерімде болатын. Ұялып тұратынмын. Бірақ шындық сол, мен оның еркектік иісін сезетінмін. Бір күні күйеуім түнгі жұмысқа кеткен. Мен ішкі киіммен жүредім. Ұйықтауға дайындалып, бөлмемнің жарығы өшік тұр. Терезеден ай түсіп тұр. Сол сәтте есік сықырлады. Мен шошып қалдым. «Келін», деді даусы баяу. «Иә, жарығың сөнді ме?» деді. «Иә, енді жатып жатыр едім». Ол ішке кірді. Қолында бір кесе сүт. «Ішіп ал, ұйқыға жақсы болады», деп айтты. Сол кезде менің көйлегімнің иығы сәл түсіп кеткен еді. Ол соған ұзақ қарады. Көйлегімнің ішінен қос анарым көрініп тұрды. Мен байқамай қалдым. Ол байқап тұр екен. Кенет ол кесе қойған қолын менің иығыма қойды. «Сен әдемісің, келін, әкеңдей көресің, білем. Бірақ сенің денең мені жындандырады». Сол сәтте мен итеріп жібергім келді, бірақ тұла бойым қимылдамады. Ол көйлегімнің етегінен ұстап жоғары тартты. Мен дір-дір етіп тұрмын. Көзімнен жас емес, от шығып тұрған сияқты. «Тоқтаңыз», дедім ақырын. «Өтінем, бұл дұрыс емес». Бірақ ол менің ішкі киімімді жиегінен ұстап иіскей бастады. Астыңғы жағымның тұсынан ақырын қолмен сипады. Сол сәтте денем еріксіз шымырлап кетті. Жаным жылап тұрса да, тәнім ұмыт болар құмарлықты аңсап тұрғандай еді. Менің ішімде екі дауыс айқасты. «Жоқ, бұл ұят, тоқтат». «Иә, мен әйелмін, мені иіскесін, мені алсын». Ақыры мен үнсіз қалдым. Ол мені әйел қылды сол түні. Жай жерде тізерлеп отырған күйі менің ішіме кірді. Сол түні мен келін емес, оның жасырын күнәсі болдым. Таң атты, бірақ менің ішімде бір түнімен бірге көмілген ар намыс сол күйі тұрып қалды. Күйеуім таңертең үйге келгенде мен жай ғана жымиып шай бердім. Ал менің тәнім түндегі ізден күйіп тұрды. «Қалайсың жаным?» деді күйеуім. «Жақсы». Ол ештеңе сезбеді. Сезбесін деп тіледім. Менің денемнен өз әкесінің иісі шығып тұрғанын білсе не болар еді? Ас үйде жүргенде қайынатам тағы кіріп келді. Көзімен денемді шолып өтті. Мен кір жуып жатқан едім. Белім майысып тұр еді. Сол кезде ол артыма келіп ақырын ғана сыбырлады. «Түнде тәттісің». Мен қалтырап кеттім. Ыдыс қолымнан түсіп кетті. Бірақ құмарлық ұятты жеңіп бара жатты. Сол түні тағы жалғыз қалдым. Және ол тағы келді. Есікті ашпай, тікелей жатын орынға жатты. Мен қарсы болдым, бірақ әлсіз болдым. Себебі тәнім әлде қашан мойын сұнып қалған еді. Ол мені иіскеді. Менің көзімнен жас ағып жатты. Бірақ менің санам тағы деп сыбырлады. Сол түні мен қайтадан тірі күнә болдым. «Мен сенің тәніңді жақсы көрем, иісіңді ұмытқым келмейді». Ол мені астыңғы жағымнан ұстап, шапанының ішіне қарай тарта бастады. Мен өз еркіммен киімімді түсірдім. Сол түні мен өзімді жек көріп, оның төсіне басымды қойып жатып ұйықтап қалдым. Түнде әйел болам, таңертең келін болам. Бірақ кіммін мен шын мәнінде? Менің тәнім оның иісіне үйреніп алды. Жаным жек көріп, бірақ жатын орным оны сағына бастады. Кеше тағы келді. Түн ортасы. Мен орнымда жаттым. Ештеңесіз жаттым. Ол ешқандай сөз айтпады. Тек маған қарады. Қараған кезде мен өзімді әйел сезіндім. «Сен менің тағдырыма жазылғансың», деді ол. Ол менен 25 жасқа үлкен. Бірақ мен қарсы тұрудан шаршадым. Ол мені сүйіп, тілін тигізгенде жаныма өрт түсіп, көзімнен жас ағатын.
Бірақ ол жас еріксіз рахаттың жасы еді. Ол сол түн тағы да менің ішіме кірді. Бірнеше секундқа біз бірге дем алғандай болдық. Сол кезде ішімде бір діріл сезілді. Баяу, елеусіз. Бірақ мен бір нәрсе дұрыс емес екенін сездім. Бірақ менің ішімде бір өмір басталып кеткенін жүрегім біліп тұрды. Ол кімнен? Күйеуім бе, әлде менің қайын атамнан ба? Менің ішімде өсіп жатқан нәрсе жанымның емес, тәнімнің қателігі, және бұл өмір мені кешірмейтін секілді. Күйеуім соңғы күндері маған күмәнмен қарай бастады. Тәбетің жоқ, жылайсың, түнде шошып оянасың. Не болды жаным? Бірдеңе айтшы, деді ол. Мен үндемедім. Басымды иіп, шай құйып отырдым. Бірақ сол сәтте ішім шым етті. Жай ғана ауырсыну емес, бір тіршілік қозғалғандай болды. Ол сезді ме екен, дәрігерге барып кел деді. Мен жымидым. Әйел адам бәрін сезеді ғой, иә, деді. Дауысы дірілдеді. Ол да бірдеңе сезіп тұрған сияқты. Түстен кейін мен дәріханадан тест алдым. Түнде жуынатын бөлмеде терезеге қарап тұрдым. 2 сызық шықты. Сол сәтте тізем бүгіліп жерге отыра кеттім. Алақаныммен ішімді ұстадым. Құдайым, бұл кімнің баласы? Сол түні қайнатам үйге ерте келді. Түн ортасы. Мен жатын орнында отырмын. Қолында тест. Ол кіріп келді. Бірден байқады. Бұл не? Жүктімін дедім. Ол үнсіз қалды. Бірнеше секундқа. Сосын баяу келіп, тізерлеп отырды. Қолын ішіме қойды. Бірақ ішім ауырды. Жүкті екенім рас еді. Және бұл баланың кімнен екенін енді ешкімге дәлелдей алмаймын. Бәрінен бұрын мен өзімді кешіре алмаймын. Мен бұл баланы алдырсам, бәрі ұмытылады деп ойладым. Бірақ денем босаса да, жаным ешқашан босамайтынын білмеппін. Дәріханадағы тесттен кейін 3 күн өтсе де, мен әлі бір шешімге келе алмадым. Қайнатам тыныш, күйеуім күмәнмен ғана қарап жүр. Бірақ менің ішімде үнсіз өсіп жатқан кішкентай өмір бар. Және мен ол өмірден құтылғым келді. Сол үшін қаладағы таныс акушер-гинекологқа жазылдым. Апарда алдыр, деді қайнатам. Даусы салқын. Жауапкершіліктен қашқысы келген адамға ұқсайды. Ұрпақ емес, күнә, деді. Жолға шықтым. Жол бойы жүрегім атша тулап тұрды. Ауруханаға кіріп тексеруге бардым. Дәрігер УЗИ аппаратымен қарап отырды да бірден тоқтады. Қанша апталық деп едіңіз, деді. 7-8. Бұл 16 апталық, 4 ай. Не, бұл баланы енді алуға болмайды. Заң жүзінде де, медицина жағынан да кеш. Сол сәтте менің алдымнан бүкіл өткен күндерім жүгіріп өтті. Кеш қалғанымды сол кезде ғана толық түсіндім. Аурухананың есігінен шыққанда тынысым тарылып, аспан төңкеріліп кететіндей болды. Менің ішімде өмір, бірақ ол өмір менің қателігімнің куәсі. Күйеуім үйде үнсіз қарсы алды. Мен жатын орныма жатып қалдым. Тамақ ішпей, сөйлемей. Кешкісін күйеуім келді. Бетіме тіке қарады. Менікі ме? Не? Бала. Дауысы дірілдеді. Мен үндемедім. Тек көз жасын тама бастады. Ол бар даусымен айқай салды. Кімнен? Айт. Сол түні мен үйсіз қалдым. Жүкті, қолдаусыз. Және кешірілмейтін күнәні арқалап ауылға қайттым. Ескі көрпеге оранып, көз жасыммен ұйықтадым. Бұл менің өмірімнің шындығы еді. Құмарлықтың соңы жалғыздық пен бала. Мен енді ана болам, бірақ әйел емеспін. Мен күнәнің көлеңкесінде қалған келін.